Сәлем баршаңа, сендермен бірге Мадина. Лағман жақсы көретіндер берірек отырыңдар, сендерге бүгін тез оңай жасалатын керемет лағманның рецептімен бөлісетін боламын. Кеттік, ең алдымен осында қап-қара әдемі етімізді жақсылап турап аламыз. Турағанда қатты майда емес, жіңішке бірақ үлкен қылып, көзге көрінетіндей қылып турап алатын боламыз. Айтпақшы достар, лағманға осында қап-қара, майсыз, сүйексіз еттерді салсаңыз өте дәмді болады. Осылай барлығын турап болғаннан кейін 1 сағатқа маринаттап қоямыз. Маринад үшін бізге осындай соевый соус керек, тұз, дәміне қарай барлығын саласыздар. Қара бұрыш, қызыл бұрыш. Мен осындай дәмі ерекше болсын деп зіре қостым. Сонымен қатар кептірілген чеснок қосып барлығын жақсылап араластырып алдым. Енді маринадтан кейін дәмін істесеңіздер сочный күшті болады ғой, тура осы маринадпен жасасаңыздар қыздар. Ал енді көкөністерді турап аламыз. Ең алдымен пиязды осындай жіңішке қылып турап аламыз. Қасына чеснокты да тураймыз. Чеснок көбірек болған сайын лағманның дәмі күшті болып шығады, иісі де күшті болып шығады. Енді осындай пекин капустасының ортасындағы қалың жерін бөліп алатын боламыз. Біз 1 кило қамыр жасап жатқандықтан көп емес 5-6 жапырағы жетеді. Сосын осы видеода көрсетілгендей қылып барлығын турап алатын боласыздар. Қатты майда емес, қатты ірі емес, орташа көлемде. Мінекей мен барлығын турап болдым. Ендігі кезек болгар бұрышында, яғни полугорки перецтерді турап шығамын. Мен осындай 4 штугын пайдаландым. Сіздер өз қалауыңызша пайдалансаңыздар болады, бірақ ащы болып, күшті болып шықты ғой менде. Видеода көрсетілгендей қылып бұларды да барлығын бірдей көлемде турап шығатын боламыз. Әдемі болсын және де сочный болсын деп мен 1 дана помидорды қостым. Осында 2 шөп қостым. Біреуінің аты кинза, екіншісінің атын білмеймін. Білетіндер бар ма, комментарийға жазып кетіңіздер. Осында үлкен, бірақ дәмі күшті қылып подливтерге, лағманға қоссаңыздар дәмі күшті болып шығады. Енді қызып тұрған табамызға майымызды салып, маринадталған етімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Чеснок пен ет екеуі араласқан кезде қуырылған иісі айта алмайым бар ғой қыздар, өте күшті болады ғой. Сіздерге ұнай ма сол иіс? Мінекей енді пияз және чеснокты екеуін бірге қосып жақсылап араластырамыз. Міне менде осындай болды. Қалған көкөністерді, капустаны барлығын қосып жақсылап қуырып алатын боламыз. Қазір бұқтырылады. Сосын 2 ас қасық томат қостым мен. Мінекей жақсылап 20 минутқа дейін қуырып аламыз. Мен осындай дайын 1 килограмдық қамырды алдым. Дәл солай сала салмайсыздар, арасына 4-5 бөлікке бөліп турап алыңыздар пышақтың жәрдемімен. Енді менде 20 минутта қуырылды. Содан кейін жасыл шөптерімізді салатын боламыз. Айтпақшы, жаңа жазбадыңыздар ғой қандай шөп екен екінші шөптің атын. Давайте жазыңыздар. Мінекей әдемі болып, күшті болып қуырылып жатыр. Иісін енді айта алмайым бар ғой қыздар. Сосын менің қамырын салатын кезде менің қабама сыймай қалды, сол себепті мен үлкен қазаныма ауыстырып алдым. Подливтің барлығын осылай үлкен қазанға салып, жақсылап бір қайнағаннан кейін үстіне қамырымды салып, тағы да бір 10 минут шамасында араластырып, бетін жауып бұқтырып қойдым. Қыздар, мінекей осындай күшті болып шықты ғой. Асқан кезіңізде өте дәмді ресторанның, кафенің лағманын жегіңіз келсе, тура осы рецептпен жасап, мені белгілеп кетіңіздер қыздар. Сіздермен бірге болған Мадина, менімен бірге отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыздар. Айтпақшы, YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.